Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Біздің бағытымыз тарих. Біз әдетте өткен ғасырларды, ұмыт қалған деректерді, бұрмаланған шындықтарды қозғаймыз. Бірақ тарих тек алыста қалған заман емес. Кейде тарих көз алдымызда тірі адамдардың тағдыры арқылы біздің үнсіздігіміздің арасында қалыптасады. Қытайдағы қазақтарға қатысты мәселе бүгінгі тарих, ертең ұрпақ сол кезде не болды деп сұрағанда біз үнсіз қалмауымыз керек. Сондықтан бұл жолы жеке біреуді қаралау үшін емес, болған уақиғадан сабақ алу үшін осы мәселеге өз ойымызды айтуды жөн көрдік. Не болды? Қытайдағы қазақтарға жасалған қысым мен лагер мәселесі бір кезеңде Қазақстан қоғамын ғана емес, халықаралық ұйымдарды да алаңдатты. Сол тұста Атажұрт еріктілері ұйымы құрылып, шынайы арыздар жинала бастады. Ұйымның бастапқы кезеңінде оның басында Қыдырәлі Оразұлы тұрды. Ол Қытайдан келген куәгерлердің арызын заң аясында қабылдап, халықаралық құқықтық механизмдер арқылы мәселені көтеруге тырысты. Бұл факт. Кейін бұл іске Серікжан Біләш қосылды. Оның шешендігі, батыл сөзі, бірнеше тілді меңгеруі, камера алдындағы белсенділігі көпшіліктің назарын аударды. Қысқа уақыт ішінде ол қозғалыстың ең танымал тұлғасына айналды. Атажұрттың беделі де өсті. Бірақ дәл осы кезеңнен кейін қозғалыстың ішкі ахуалы өзгере бастады. Ішкі жанжал қайдан шықты? Женеваға бару мәселесінде түсініспеушілік туындағаны айтылады. Қыдырәлі Оразұлы заңды жолмен виза рәсімдеу үшін Серікжаннан құжат сұраған. Ал Серікжан бұл уақытта түрлі себеппен байланысқа шықпай қалған. Уақыт өтіп, халықаралық сапар мүмкін болмайды да. Женеваға Қыдырәлі Оразұлы куәгер Аманжан Сейітпен Өмірқан Алтын ағамызбен бірге барады. Сол сапардан кейін халықаралық тексеру жүріп, Қытайдағы кейбір қазақтар бостандыққа шығады. Қыдырәлі Оразұлы журналистерге біз жеткізген арыздардың басым бөлігі нәтиже берді деп сұхбат береді. Осы тұстан бастап қоғамда дау туады. Серікжан Біләш бұл мәлімдемеге қарсы шығып, күмән тудыратын сөздер айта бастайды. Ол тікелей айып тақпаса да, қоғамда Қыдырәлі Оразұлы туралы теріс пікір қалыптасады. Сұрақ осы жерде туады. Егер келіспеушілік болса, неге ол бүкіл қозғалыстың бірлігіне соққы болды? Атажұрт қалай өзгерді? Көп ұзамай Қыдырәлі Оразұлы Атажұрттан кетуге мәжбүр болады. Онымен бірге ұйымның алғашқы мүшелерінің көбі шеттетіледі. Олар қытайшыл, сенімсіз деген сипаттамалармен қоғамнан алыстайды. Ұйым толықтай дерлік жаңа адамдармен толығады. Осыдан кейін қозғалыстың бағыты өзгере бастайды. Қатерлі қауіпті әрекеттер алға шығады. Ту өртеу, эмоция ма әлде қатерлі қадам ба? Қоғам есінде қалған ең даулы сәттердің бірі. Шынайы арыз беруші қарапайым адамдардың Қытай туын және Қытай басшысының суретін өртеу уақиғасы. Бұл әрекеттерді жасағандар заңды толық білмейтін, эмоциямен жүрген, психологиялық жарасы бар адамдар еді. Ал енді заңға келейік. Қазақстан Республикасының заңында мемлекеттік рәміздерді қорлау қылмыс болып саналады. Ал шет мемлекеттің туын өртеу, қоғамдық тәртіпті бұзу, арандатушылық әрекет, мемлекет аралық қатынасқа зиян келтіру ретінде бағаланады. Мұндай әрекетке мемлекет міндетті түрде араласады. Өйткені бұл пікір емес, заң бұзушылық, ең ауыр сұрақ. Серікжан Біләш көп тілді меңгерген, халықаралық ұйымдармен жұмыс істеген, саяси процестерді жақсы түсінетін адам ретінде танылды. Ондай адам
ту өртеудің заңсыз екенін білмей қалуы мүмкін бе? Ал егер білді ме, онда неге заң білмейтін эмоциямен жүрген ең әлсіз адамдарды осындай әрекеттен тоқтатпайды? Тағы бір сұрақ, егер ол салдарын білсе, онда неге дәл сол адамдар алдыңғы қатарда тұрды? Нәтижесінде ту өртегендер сотталды, атажұрт ұйымы тоқтатылды, халықаралық қысым әлсіреді, ал Қытайдағы қазақтарға жасалған геноцид тақырыбы көлеңкеде қалды. Ендігі жерде атажұрттың міндеті қазақ билігіне қарсы бағыт алды ма? Сондағы мақсат не? Өз қазағын өзіне жау ету ме? Ұтылған кім болды? Шынайы арыз иелері. Бұл ақиқат. Бұл әңгімеде біреуді ақтау немесе қаралау мақсат емес. Тарих бізге бір нәрсені қайта-қайта көрсетеді. Ұлттық мәселелер көбіне сыртқы күштен емес, ішкі алауыздықтан, заңсыз қадамнан, жеке мақсаттың себебінен күйрейді. Ал сен қалай ойлайсың? Серікжан Біләш бұл салдардың бәрін алдын ала білді ме? Әлде білсе де тоқтатпады ма? Немесе үлкен істің жолында кейбір адамдар құрбан болды ма? Бұл сұрақтарға жауап беру бүгін емес, ертеңгі тарих үшін маңызды. Ойланатын жері осы. Ұлы Алаш қазақ елінің баяндылығы қияметке дейін жалғассын. Аман сау болыңыздар.